Баршаңызға қайырлы күн. Менің ас мәзірі каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен отбасыма және де тапсырысқа жасап жүрген ең үздік торттарымыздың бірі вупипай рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін құрғақ миксеріміздің ыдысына осылай жұмыртқамызды салып, оның үстіне рецепт бойынша қантымызды салып, миксеріміздің көмегімен жылдамдығын арттыра отырып, әппақ ақ көбік болғанша миксерлеп аламыз. Ендігі кезекте шоколадымызды және майымызды қысқа толқынды пеште ерітіп аламыз. Міне біздің шоколадты смесіміз дайын. Енді осыны ақырындап осылай ыдысымызға құйып, миксеріміздің көмегімен араластырып аламыз. Ендігі кезекте құрғақ қоспаларымызға кірісеміз. Ол үшін алдын ала електен өткізілген ұнымыздың үстіне какао және разрыхлителімізді салып, осылай қасығымыздың көмегімен жақсылап араластырып біркелкі етіп жасап аламыз да, оны алдын ала миксерлеп алған смесіміздің үстіне осылай қасығымыздың көмегімен ақырындап жылдамдығын арттыра отырып салып аламыз. Дәл видеодағыдай. Міне, біздің қамырымыз дайын. Енді осы қамырымызды пісіру үшін формамызды алып, ортасына пергамент бумагасын салып, пергамент бумагамызға формамыздың ізін салып аламыз. Міне, осылай пергамент бумагамызға форманың ізі түсті. Енді осыған алдын ала дайындалған қамырымызды 3 бөлікке бөліп, міне бірінші бөлігін формамыздың ішіне салып, осылай алдын ала қызып тұрған пеште 10 минут көлемінде пісіріп аламыз. Міне біздің жұп-жұмсақ біркелкі болып шыққан корждарымыз дайын. Ендігі кезекте креміне кірісеміз. Ол үшін миксеріміздің ыдысын алдын ала салқындатып алып, оның үстіне сливки және сахарный пудрамызды салып, осылай жылдамдығын арттыра отырып араластырып аламыз да, оның үстіне алдын ала өлшенген творожный сырымызды салып, осылай ақырындап араластырып аламыз. Творожный сырымыз біркелкі болып жібу керек. Міне біздің креміміз дайын. Ендігі кезекте дәл осы креммен тортымызды әзірлейтін боламыз. Ол үшін осылай тортымыз жылжып кетпес үшін шамалы ғана кремді жағып аламыз. Одан кейін бірінші коржымызды қойып, вупипайға арналған насадкамызды кондитерский мешогымызға салып, осылай домалақтап шарик жасап шығамыз да, ортасына кремімізді жағып, шпателіміздің көмегімен бір тегіс етіп, ортасын креммен жағып шығамыз. Ендігі кезекте екінші коржымызды да қойып, дәл осы ретпен тағы да домалақ шариктарымызды жасап, ортасына кремімізді жағып, әзірлеп аламыз. Достар, егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді өз каналымда күтемін. Міне, ендігі кезек үшінші коржымызды қойдық. Енді біздің тортымыз жұмсақ болу үшін осылай шамалы ғана кремімізді осылай жағып аламыз да, бір тегіс етіп, шпателіміздің көмегімен тегістеп әзірлеп аламыз. Ендігі кезекте бізге шоколадты ганаж жасауға кірісеміз. Ол үшін майымыз бен шоколадымызды қысқа толқынды пеште ерітіп дайындап аламыз. Міне біздің ганашымыз дайын. Енді осыны тортымыздың бетіне бір тегіс етіп осылай құйып аламыз. Одан кейін шпателіміздің көмегімен
ақырындап итере отырып шоколадымызды тортымыздың бетіне бір тегіс етіп осылай қаптап аламыз. Ендігі кезекте әсемдеуге кірісеміз. Ол үшін менде Орео, киви және құлпынай. Ең әуелі құлпынайымызды қойып, оның үстіне Орео печеньемізді және кивиларымызды осылай сәндеп алсаңыздар болады. Достар, рецепт ұнаса, сіздер де дәл осы рецепт түрімен жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.